Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде 12 қасық деп аталатын дәмі өте керемет пирог. Ингредиенттерді өлшеп, грамын өлшеп отырудың қажеті жоқ. Жай ғана қасығыңыз болса болды. Өте оңай әрі жылдам жасалатын пирог, миксердің де қажеті жоқ. Алдымен жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Оның үстіне 12 қасық шекер саламыз. Құм шекері ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді 12 қасық сүт құямыз. Сосын 12 қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді 12 қасық ұн саламыз. Жалпы кез келген пирог пісіретін болсақ, біздің ингредиенттеріміз міндетті түрде бөлме температурасына, яғни жылы болу керек. Егер тоңазытқыштан ала сала пісіретін болсақ, ол пирогымыз көтерілмей қалады. 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіреміз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма, астына пергамент төсеп, үстіне массаны құямыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пештің бетін 30 минут өтпейінше ашпаймыз. Егерде ашатын болсақ, пирогымыз көтерілмей қалады. Міне біздің пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Жаңадан шыққан видеоларымды өткізіп алмау үшін колокольчикті басып қоямыз.